Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі мұражайлы подкастымыздың кезекті шығарылымы спорт тақырыбына. Нақтырақ айтатын болсақ, еуропалық футболдың шыңына жетіп, әлемдік деңгейге өз орнын бекітіп, таңғажайып жетістіктері мен тарихына тоқталамыз. Бұл клуб жай ғана команда емес, ол аңызға айналған футбол дәуірі. Бұл Реал Мадрид командасы. Реал Мадрид футбол клубы 1902 жылы құрылған, ал 1920 жылы Испания королі Альфонс 13 клубқа корольдік мәртебе беріп, қазіргі атаумен бекітті. Содан бері Реал Мадрид испан футболының ең мықты клубтардың бірі болып келеді және ешқашан бірінші дивизионнан төмен түскен емес. Реал Мадрид қоржынында 71 ұлттық трофей бар. Ел чемпионат атағы бойынша 36 рекорд, сонымен қатар 20 король кубогы, генералиссимус кубогы, 13 Испания супер кубогы, 1 Испан лигасы кубогы және 1 Эва Дуарте кубогы. Чемпиондар лигасында жеңіс пен гол саны бойынша рекорд иесі 15 рет. Бұл турнирді қатарынан 5 рет жеңіп алған жалғыз команда болып табылады. Сондай-ақ чемпиондар лигасының заманауи форматында 3 рет қатарынан жеңген жалғыз команда. Клубтың аты аңызға айналған ойыншылары мен бапкерлері оны 20 ғасырдың үздік клубы деп танытты. 1902 жылы 6 наурызда Мадридтегі Ла Турина барында адам көп болды. Бір топ адам қатты дауыспен бір нәрсені талқылап жатты. Кейіннен белгілі болғандай, бұл болашақ Реал Мадрид клубының басқарма жиналысы еді. Жиналғандар бір ауыздан Мадрид футбол клубы деп атты футбол клубын құруды шешті. Клубтың алғашқы ресми президенті Каталонияның Барселонадан 30 шақырым жерде орналасқан Матара қаласының тумасы Хуан Падрес и Рубио болды. Каталондық Хуан клуб президенті қызметін 1902-1904 жылдар аралығында атқарды, ал оның ағасы Карлос 1904-1908 жылдарда президент болды. Падрес и Рубио отбасы ол уақытта белгілі саудагерлер ретінде танымал еді. Олар жиі сапарға шығып Англияға да барған. Сол жерде олар футболмен танысты. Мадридте саудагерлер отбасы Эль Капричо, Каприс деп аталатын киім дүкенін ашты. Хуан Испания астанасына 1886 жылы 17 жасында көшіп келді, ал оның інісі Карлос 16 жаста еді. Падрес ағайындылары Испанияға осы ағылшынның ерекше ойыны футболды әкелгендерінің бірі болды. Ал Эль Капричо дүкендері жаңа клубтың штаб пәтеріне айналды. Болашақ Реал Мадридтің алғашқы тарихы өте аз зерттелген. Сол заманда клубтар жаздың ыстық кешінде бір бокал шарап үстінде құрылатын кез еді. Ал бірнеше айдан кейін бір команда ойыншылары өзара келіспей қалса, қарсылас командаға кетіп немесе басқа клуб құрып кете алатын. Мадридте бірінші ұйымдасқан клубтардың бірі, бірақ қағаз жүзінде тіркелмеген Футбол Скай немесе Ла Соседад болды. Ол 1897 жылы құрылып, 1900 жылы қалыптасты. Сол жылы оны 20 жасар тау-кен инженері Хуан Паласиос басқарды. Сол кезде клубтың ешқандай құрылтай құжаты болмаған. Жігіттер формализмге бас қатырмай футбол ойнайтын. Дегенмен, бүгінде Паласиос ресми түрде Реал Мадридтің алғашқы президент деп аталады. Айта кетерлік жайт, 1902 жылы ресми түрде құрылғанға дейін футбол ойнауға ниеттілер аз болғандықтан матчқа ойыншылар әзер жинайтын. Кейде командада 7-8 ойыншы ғана болатын, ал кейде қарсылас команданың ойыншыларын қарызға алуға тура келетін. Ең қызығы, болашақ Реалда ең тәжірибелі ойыншы 1902 жылы қосылған ағылшын Артур Джонсон еді. Оның әріптестері Джонсонның алаңда доппен не істеу керектігін білетін жалғыз ойыншы болғанын еске алады. Салдарынан Артур Реалдың алғашқы ресми голын соғып, кейін команда жаттықтырушы болды. 1902 жылы 6 наурызда өткен сол маңызды жиналыста клуб жарғысы бекітіліп, формасы таңдалды. Ақ жейделер, тазалық белгісі, қара шалбар, қара қалпақ, форманың бойымен қиылған күлгін жолақ, ұлттық түсті белдік, көк елтаңба. Клуб формасы ағылшын Коринтиян клубынан алынып, футболды Мадридке насихаттаған ағылшындарға құрмет ретінде қабылданды. Және соңғы маңызды жайт, клуб конституциясында құрылу мақсаты ретінде ойынға деген сүйіспеншілікті біртіндеп дамыту деп көрсетілген. Сол кездегі энтузиастар атақ марапаттарды басты мақсат етпеді, ең бастысы футболды жақсы көру болды. Ендігі бүгінгі музейіміздегі жәдігерге назар аударайық. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге Мадридтік Реалдың 2013-2014 жылдағы жарқын маусымын еске аламыз. Және енді барлық ойыншыларын сол сезондағы қолтаңбалар көрсетілген. Бұл маусым клуб үшін ерекше болды. Себебі сол жылы команда өзінің тарихи, яғни Ла Десима 10-шы чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды.
Сонымен қатар Испания кубогы жеңіп алу арқылы команданың беделі тағы да арта түсті. Тренерлік штаб және бас жаттықтырушы. Бұл маусымда Реалды тәжірибелі итальяндық жаттықтырушы Карло Анчелотти басқарды. Ол 2013 жылдың маусымында клубтың бас жаттықтырушы болып тағайындалды және оның тәжірибесі мен көшбасшылық қабілеттері команданың жаңа биіктерге көтерілуіне ықпал етті. Анчелоттидің жаттықтыру тәсілдері шабуыл мен қорғаныс үйлесімділігі қамтамасыз етті. Оның көмекшілері Зинедин Зидан және Пол Клемент болды. Сезон басталар алдында құрамды күшейту мақсатында клуб бірнеше маңызды трансфер жасады. Сол жылы командаға жаңадан қосылған ойыншылардың бірі әрине Гарет Бейл болды. Уэльстен шыққан бұл талантты вингер Лондонның Тоттенхэм клубынан келді және бірден клубтың шабуылшы күші болды. Бейлдің трансфері клуб үшін рекордтық деңгейдегі қаржыға айналды. Себебі ол сол кездегі әлемдегі ең қымбат ойыншылардың бірі болып саналды. Сонымен қатар құрамаға Сан-Паулдан Казимиро, Реал Сосьедадтан Асер Ильяременди және Малагадан Иска сияқты ойыншылар қосылды. Олар ортаңғы алаңдағы ойынды күшейтті және болашақтың үміт күттірер ойыншылар ретінде қарастырылды. Ал қорғаушылар қатарында Даниэль Карвахаль бір маусымды Байерде өткізген соң қайта оралды. Клубтан кеткен ойыншылар қатарында Гонсало Игуаин, Рауль Альбиоль, Калейхон бар. Бұл ойыншылар Наполиге ауысты, ал Месут Азил Арсеналға көшті. Кака туған клубы Миланға оралды. Бұл өзгерістер құрамаға жаңа тыныс беріп, жас таланттарға мүмкіндік берді. Әрине, сол сезонның ең жарқын сәті бұл тарихи Ла Десима, маусымның басты оқиғасы Чемпиондар лигасының жеңісі. Реал Чемпиондар лигасының финалында Атлетико Мадридпен кездесті. Бұл матч бүкіл әлем жанкүйерлерінің назарын аударды. Финалдағы негізгі уақыттың соңғы минутында Серхио Рамос керемет паспен соққы жасап, есепті теңестірді. Осылайша ойын қосымша уақытқа ұласып, Реал 4-1 есебімен жеңіске жетті. Бұл тарихи сәт клубқа көптен күткен 10-шы чемпиондық атақ алып келді. Маусымның тағы бір ерекше сәті Испания кубогының финалдағы Барселонаға қарсы матч болды, яғни Эл Классика. Бұл ойында Гарет Бейл өзінің керемет шеберлігін көрсетіп, алаңдағы ерекше жылдамдығымен көзге түсті. Матчтың соңғы минутында ол айып алаңына дейінгі қашықтықты жеңіл жүгіріп өтіп, жеңісті голын соқты. Бұл гол клубқа тағы бір маңызды трофейді алып келді. Испания чемпионатында Реал тұрақты нәтиже көрсеткенімен, бұл маусымда 3-ші орын алды, ал чемпиондық атақ Атлетико Мадридке бұйырды. Чемпионатта 87 ұпай жинаған қарамастан, Реал өзінің басты мақсатын Чемпиондар лигасының жеңіп алуын бірінші кезекке қойды. 2013-2014 жылдар маусымы Реал Мадрид жанкүйерлерінің есіне мәңгі қалады. Бұл маусым клуб үшін әсіресе Чемпиондар лигасындағы тарихи жеңіспен есте қалды. Гарет Бейл, Казимиро, Иска сияқты жаңа ойыншылар құрамды жаңа деңгейге көтерді. Ал Карло Анчелоттидің жетекшілігімен Реал Мадрид еуропалық футбол тарихында өз орнын тағы бір мәрте бекітті. Бұл маусым көрсеткендей, Реал Мадрид тек жеңіске жету ғана емес, сонымен қатар оның тарихына жаңа беттер қосу жолында үздіксіз әрекеттерін жалғастырды. 2023-24 маусымның нәтижелері бойынша Реал Мадрид операциялық кірісі 1 миллиард евродан асқан бірінші клуб ретінде тарихта қалды. 2024 жылдың Forbes мәліметтері бойынша әлемдегі ең қымбат футбол клубы болып танылып, құны 6,6 миллиард долларға жетті. Құрметті көрермендер, біздің YouTube арнамызды қолдап, қазақ тілдегі контентті бірге дамытуға шақырамыз. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыруыңызды ұмытпаңыздар. Әрбір лайк, пікір және репост біздің арнамыздың кеңінен таралуына және қазақ тілдегі контентті дамуына үлес қосады. Бізбен бірге болып, сапалы контенттің көбірек көрерменге жетуіне қолдау көрсетіңіздер. Келесі кездескенше, Хала Мадрид!